қалай, не жаңалық бар? Ойда-қырда қазақтың бәріне бір сәлем беріп қояшы. Ар жағы Арқа, бер жағы Қызылорда, Шымкенттің бар, Атырауың бар. Мен қазаққа сәлем салдым. Ал қазақтың келініміз ғой, анда-санда сап қояшы осылай сәлем. Базарға бардым. Базарға барсам, ой, мен сияқты қатындар өліп жүр. Базар жалпы еркекке керек емес, қатынға керек па деймін мен. Баяғы бәріміздің алатын кәчке, сәбіз, күріш, құмжекер, ұн болса біздің үйде ән болады деген сөз ғой. Мынаның бәріне салафан, әйтеуір салафан бітпейтін заман болды ғой. Одан мына қолыма да салафанға іліп алдым ғой. Ойбай, Құдай бізге 6-шы қол бергенде ма, бір рахат болатын етші. Мынаған жетпей тұргенде бар ғой. Мынаған 2 салафаннан орап іліп алдым, аңқайтып. Қарасам жан-жағыма өкінетін ештеңе жоқ, бүткіл қатын сөйтіп жүр. Құдай көп көрмесін, мына қолдың бәрі продукт болып қайтқанға біз ризамыз. Жолдың бойында мына жерде мусор тастайтын жері қоқыс тастайды. Сол жерде бір шалшы аралап жатыр ішін. Ойбай, тоқтап, мен де сөйлей қалдым ғой, сөйлеп атау не болды? Оның мусорды не қылып аралайсың? Не керегі бар? Бала-шаға қайда? Аяқ қолың сау екен, мынау бір адамның тірлігі емес қой дей қалып ем, шап берді ғой өзіме. Адамның тірлігі емес тірлікті сендер жасап жатсыңдар, қатындар дейді. Бастарыңды кесір жарып жүрмесін дейді. Ойбай, ата не жаздық? Не болды? Мына мусорды тастағанда ең болмаса сорттап тастамайсыңдар ма, айуандар-ау дейді. Памперс, картошка, пияздың қабығы, нан, түннен қалған тамақ, салат бәрін бүйтіп араластырып тастайтын қатындар бар екен ғой. Ең болмаса тегі бар ғой, жемесең кесір болмасын, кішкене бөліп қойсаңдаршы құрсын. Нан дегенді тастамай, ең болмаса иті бар үйге апарып беріп, тауығы барға апарып, немесе іліп қойып анау ел малын алып кетсін. Немесе өсіп жүрген біреу жер енді деген сияқты нәрсені істеуге болмай ма бізге? Масқара. Айтқаннан кейін кәдімгідей ойланып қалдым. Баланың памперсі бар ма, басқасы бар ма, бәрі бұлай шығарып тастайсыңдар дейді. Кесір бастарыңды жарат сендерді. Білдіңдер ме дейді. Рас айтады. Мусор теріп жүрсе де рас айтып отыр. Бүткіл қазақтың қатындарын дымын қоймай боқтап жатыр. Басынан түгел қарай боқтап жатыр. Қарап отырмай, елдің боғауыз сөзін естігенше кішкене мусорды да сорттап тастасаңдар құрсын. Нанның өзін кептіріп жіберсең, бала қайта жейді. Ана сухари қылып сатып жатқан ана бір чепси мен анау фишинги мен неме ана фирешки мен терешкидің барлығы қатып қалған нан. Соны кішкене не қылсаңдар, етек жеңдерін жейсаңдар, бай тауып жатыр екен деп тастай бермесеңдер ше қатындар. Естеріңізде ма? Мен нан қалдықтары памперспен араласып жатады деп айтып едім ғой. Мінекей. Құдайға тауба, мүмкін мен естідім, мүмкін естіген жоқ, бірақ дегенмен нан қалдықтарына арналған осындай бізде мусор салынатын жерде арнайы осындай темір жәшік пайда болды. Қатты қуаныштымын. Қандай жақсы болды, нанның қалдықтарын осының ішіне салып кетеміз.